Мен Сәдібек Самат Кеңесұлы. Отырар орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі коммуналды мемлекеттік мекеменің Балтакөл орманшылығының номер 4 айналым орман күтушісі. Орман инспекторының лауазымдық міндеттері: орман қоры жерінде аң-құстардың жойылып кету қаупінен қорғайды, табиғат аясын болашақ ұрпаққа жеткізу мақсатында қызмет атқарады. Атап айтар болсақ, қызыл кітапқа енген киік, ақбөкен, қарақұйрық, жиек, тағы сол сияқты аң-құстардың жойылып кету қаупі бар. Орман жерінде заңсыз аңшылық пен браконьерлікпен күрес жүргізеді. Менің әкем өнер жолына бір қадам жақын адам. Домбыра, баян, гитара аспаптарын бала кезден әуесқой ойнап, ән айтатын хоббиі де бар. Бұл өнер әкеме атамнан келген. Атам да жастайынан домбыра тартып, баянда ойнаған. Атам жастайынан көлік жүргізушісі болып, кейін Балтакөл совхозының дүкеншісі болған. Совет үкіметі тарап, Қазақстан егемендік алған жылдары ауыл шаруашылығы және мал шаруашылығымен айналысқан екен. Қазіргі таңда Түркістан қаласының ақсақалдар төрағасының мүшесі. Биыл атам 75 жасқа келді. Осы қуанышына ұл-қыздары көлік сыйлады. Осы орайда Түркістан телевидениесі келіп, менің әкем бағдарламасына түсіріп кеткен болатын. Менің атам 2 қыз, 4 ұл, 23 немерелері, 5 шөберелері бар қажылыққа барған, бейнетінің зейнетін көріп отқан қажы ата. Ал енді анама келер болсақ. Анашым Мұсафа Шоқай атындағы номер 24 жалпы білім беретін мектепте бастауыш сынып мұғалімі. Анашым кішкентай бүлдіршіндерге әріп танытып, қолдарына алғаш қалам ұстатқан ұлағатты ұстаз. Жас маман болса да, өз мамандығын сүйген, жауапкершілігі мол жан. Анам өз анасының жолын қуып, мұғалімдікті таңдаған. Мен де анама ұқсап, балалармен жұмыс жасағанды ұнатамын. Сол себепті мұғалім болуды көздеп, мақсат етіп жүрмін. Міне, осындай өнегелі, өніп өскен отбасында тәрбиеленіп, өсіп келе жатқанымды мақтан етемін.